Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Мұхаммад пайғамбарымыз Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, жақсы көрген жемістер. Бал. Пайғамбарымыз Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, сіздерге екі ем, бал және Құран берілді деп ескерткен. Арпа. Арпаны пайғамбарлардың тағамы дейді. Зәйтүн. Пайғамбарымыз Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, зәйтүн майын жеп, онымен денеңді майла, өйткені ол мүбәрәк ағаштан алынған деді. Інжір. Бұл барлық басқа жемістермен салыстырғанда көп талшықты қамтитын бірегей жеміс. Анар. Ибн Аббас. Анар жәннаттың жемісі деген. Мұхаммад пайғамбар Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, жүзім жегенді ұнататын. Жүзім қанды тазартады, қуат береді, бүйректі нығайтады. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлнар.